қошемет мынау. Бәрекелді рахмет. Сәлем түзелмей, әлем түзелмейді деген елдің ұрпағымыз. Сәлем сөздің анасы. Ассалаумағалейкум, тектілікпен тамырлас болған, кемелдікпен кіндіктес болған алдияр ағайын. Қайырлы кеш құрметті ханымдар мен мырзалар, қадамы құт болған, тілегі бақ болған, қырқының бірі қыдыр, мыңының бірі уәли болған, ұлағатты қазақ елінің тек ұрпақтары. Қарбалас тіршілікте алтындай уақыттарыңызды қиып, ат басын бұрып, киелі отбасының тамаша дүбірлі қуанышына құтты қадамменен қош келдіңіздер деп бір сәлем саулық сұрасып алайық. Қош келдік. Мінекей ардақты ағайын, бүгін Алатаудың баурайында сән салтанаты жарасқан Айзере мейрамханасының шаңырағының астында бір атаның баласындай, бір қолдың саласындай кешегі хандар құттықтасып билер билескен Ақтастарханның төрінде әдемі болып жүздарасымыздың себебі Аллаға сансыз шүкір дейміз. Міне осы Жолдыбек атамыздың отбасы берекесін кіргізіп, түтілін түзуші ұрпағына ақбата тілегін арнап отқан әрине Айтгүл анамыз. Бір ол үш қызды тәрбиелеп, солардан дарыған ұрпақ, тараған ұрпақ, 15 немерені құшағына алып, керемет ақбата дуалы ниетін білдіріп отқан бүгін Айтгүл ағамыздың 80 жаста толған мерейтойы. Ендеше қадірлі ағайын, құрметті жақсылар, той иелері сіздердің мәртебелеріңізге, сіздердің ыстық-ықыластарыңызға мұқтаж. Ендеше той иелеріне бүгінгі дүбірлі тойларыңыз құтты болсын деп, Аллаханды жоғары көтеріп, бір керемет құрмет қошемет сау қойсаңыздар жарасыңдар үшін. Ал ендеше алтын сөздің қадірін кетірмей, салтанатты кешімізге той себепкерлерін шақырмай, сән кірмейтіні сөзсіз, өздеріңіздің ыстық-ықыластарыңызбенен, қол соққан қошеметтеріңізбенен арнайы ортаға анамызды шақырайын деп отырмын. Мүмкін болса, қадірлі ағайын, аяқтарыңыздан тік тұрып, Алланың берген алақайым нық ұрып, жақсылап мойынды бері бұрып, бүгінгі той иесі, той себепкері Айтгүл анамыздың құрмет қошеметпен той төріне шақырайық. Қарсы алыңыздар кәнекей. Ақниет этно-шоу ансамблінің арнайы сүйемелдеуімен той төріне Айтгүл анамызды қарсы алыңыздар.
кетпейсіз. Бүгін осы керемет дүбірлі тойымыздың басы кейіпкері апамыз болғаннан кейін ортадан кетпейміз. Қадірлі ағайын, құрметті жақсылар, ағайын бағанағы дайындық бойынша апам ортаға келген кезде тоқтамай 10 секунд қошемет тұрамыз деп келісіп едік қой. Кәні бір көрсетейікші жерде бар екендеріңізді. Тамаша, рахмет. Қадірлі ағайын, құрметті жақсылар, енді анамызға қандай құрмет көрсетсек де көпті кетпейді. Осындай керемет дүбірлі қуаныштың үстінде мінекей 15 немере осы әулеттен тарап деп отырмыз. Сол немерелерінің тамаша гүл шоқтарын қарсы аласыз. Немерелеріңіз ортаңызда қарсы. Келіңіздер. Анашым, жаным, аяғы алатым, есейіп кетсем маған, сенің балапаным. Анашым, жаным, мейірбан бала жаным, бақытым емес пе едің, өмірді сыйлағаным. Айтқызы апа, жаңа жасыңыз құтты, қайырлы, берекелі болсын. 80-дің сеңгірін бағындырдыңыз, тоқтамай 90-ға келдіңіз. Алла дәм тұзы бұйыртып, 100-ге жетіңіз. Құдай қаласа сол 100-ге толған тойыңыз, дүбірлі тойыңызда да қызмет жасап, той торында жүре берейік. Мекке менен Мәдина жолдың ұшы, алыс сапар дейді ғой барған кісі. Ата-анаңа құрмет етіп тағзым етсең, Мекке болып саналар үйдің іші дейді. Аллаға шүкір, 10 балаға татитын жалғыз ұлыңыз Алталаштың басын қоспаса да, ағайын туыстың басын қосып дүбірлі той жасап беріп жатыр. Ұрпағыңызға Алланың абыройын асқақтатып, ғұмыр берсін деген үлкен тілегіммен, енді бала тәтті, баланың баласы одан да тәтті дейді. Ол немерелеріңіздің, өзіңіздің құрметіңізге арнаған тәтті әні бар екен, әдемі әні. Сол әдемі әнімен тойдың төріне алтын тұғырымызға жайғастырайын деп отырмыз. Ендеше қыз гүлдей жайқалған немерелеріңіздің қолдауыменен біз ортаға керемет қарсы аламыз немерелеріңізді. Ал ағайын бір қол соғып қошеметтеп құрмет көрсетіп қойыңыздар. Өсірген бізді ана
қарсы қойыңыз. Сіздерге қызмет жасаған мінеке Ағнелет шоу ансамблі бір қол қойсаңыздар болады. Айтқанымыздың 80-ге келген бүгінгі торғалық тойы бәрімізге құтты жұғысты болсын, қадірлі ағайын, құрметті жақсылар. Енді өздеріңіз білетіндей қазақтың қанаттай той жиыны әлбетіміздің болмаса ауылымыздың көшін алға сүйреп жүрген үлкендеріміздің ақ-батасынсыз асқа қол сұққан елемеспіз. Ендеше сол дәстүрден айнымай бүгінгі керемет мерейтойдың құрметіне жайған даладан дастарханымызда дүбірлі тойымыздың төңкегін тұрып бет пердесін ашатын Аллаға шүкір осы әулетімізге арқа сүйер ақылшы болып жүрген тойдың төрінде отырған біздің асылдың сөзін сөйлеп ғасырдың көзін көрген ақсақалды аталарымызды, арқа сүйер асқар толай ағаларымызды тойдың төріне арнайы құрметпен шақырайын деп отырмын. Ендеше Абзал көкемізді, Артықбай Нарғасқан Нағашы ағамызды және де Қарсыбек көкемізді, сонымен қатар Дүйсенбек көкемізді тойдың төріне ақ тілектің атына елдің ықыласымен шақырам. Қадірлі құрметті ақтар, той төріне келіңіздер. Бүгін керемет дүбірлі тойымызды жақсы тілекпен, ақ баталарыңызбен ашып беріңіздер кәнекей. Ал қарсылайық ағайын. Бәргелді рахмет. Ассалаумағалейкум құрметті әулетіміздің арқа сүйер ағалары, аталарымыз, қош келдіңіздер. Бүгінгі керемет дүбірлі тойымыздың бет пердесін ашып, төңкегін тұрып, алғы сөздің еншісі өздеріңізге бұйырған екен. Ал ардақты ағайын, шариғаттың өзінде бісмілләсіз іс қылмалы. Ендеше бісміллә деп керемет ақсақалдарымыздың ақ-батасыменен бүгінгі дүбірлі тойымызды бастап алсақ деп отырмыз. Ал келіңіздер, тізгін өздеріңіздер. Ассалаумағалейкум. Мынау бүгін үлкен қызық той болып жатыр. Жаңа мынау жиендер шығып, Айткүлдің жан-жағына жүріп, өлең айтқанда таңғы жатырды. Жаман емес, өте тамаша. Соны естіп баяғыда кішкентай кезімізде көбім Артықбай, Айткүл бәрі барып арбамен шөе келесіздер бүгін деп. Арбаға мініп алып, Қалдыбай шөпке баратынбыз. Ола, жүгерінің арасындағы сәнекті орып, арбаға толтырып, қайтатынды. Сол кезде Айткүл барғанша өлемайды, қайтқанша өлемайды келеді. Сол есіне түсіп кетті. Немерелерім сенің жаңа жерге өлем айтатын суқым артықты бәрі. Дауыстар әнейді таң қалдырды. Жаман емес, өте жақсы. Ал енді дейін, Айткүл айналайын. Ол өмірде көп қиыншылықтарды да көрдім. Жақсы күндер де болды бұл өмірде. Жақсы күндерім, жаман күндерімнен қиыншылықтардан көбірек болды айналайын. Енді
Buna bugün sol zamanda zımıra ötüp ketті. Bir бастың арасында мына қарап отырсам қазір кейінгіні көріп қартаясың дейді ғой. Біз қартая берейік, кейінгілер өсе берсін. Денің сау болсын айналайын, әпкемдерім. Мынау баяғыда арақ шетіне қой ескіге ма? Тойларда, отырыстарда сөйлеуді айтатын қой жақсы тостарды. Деніңіз сау болсын, балдар аман болсын, балаңыздың көрейік, немере көрейік деп. Міне сол армандарына немерелерінің қызының көріп алырсын деп айналайын. Деніңіз сау болсын. Жолбек көремай кеттім мынау қызықшылықты. Ну ничего, енді балдары, қыздары бар, немерелері бар. Біздер бармыз міне енді. Бізде атырынан бізде шалқып алып, енді жетіспеске келдім ау. Sen 80'e geldin ya. Derin sağ olsun deyimim. Alaşağanın tağı da kızını görüver. Tağı da 30-20 yıl jasayın Allah. Jasayıyor. Derin sağ olsun. Assalamu alaikum tövbe Жылған көршілер. Бұны бүгін бір тамаша күнде ініміз анасының 80 жасқа келген мерекесін тойын атап өтіп жатыр. Мұратжан мына осы тойды жасап беріп отырғаныңа үлкен рахметінен осы тойың сенің той боласың. Бүгін мына анаңа 80 жасын тойлап жатқан болса ертең міне өсіп отқан ұлдарың үйлендіріп қыздарың шығарып мына тойың тойға жалғассын. Мына тойымыз ашық, алдыңыздар дастархандардан дәмдерден алып жеп отырыңыздар. Тойымыз ашық ау. Кеше жиналған көпшілік мынау тобы шешеміздің 80 жылдық мерейтойы тосын ұлы қыздары, күйеу келіндері осы апамыздың мерекесін бір атап өтсек деп ниет қылған екен, ниеттері қабыл болсын. Қашанда тойлар болсын, атамбай осы көре кетті бұл күнде енді әруағы риза болсын. Осы Мұратжан әйгерім ұрпағын жалғастырып, бала-шаға әйгерім көмек берсін, немере шебері сүйіп, шөпшек сүйіп, шеше. Солардың қызығына қуанып жүре беріңіз, аман болыңыз, жүз жасаңыз. Барлығыңызға да осы шешемнің қуанышын, шешемнің жасын берсін деп ойлаймын. Алла бәрімізді жеткізсін. Бәрекелді тамаша рахмет. Айтқан тілектеріңізді Алла қабыл етсін, мұраттарыңызды асыл етсін. Алланың назарында бақыттың базарында жүріңіздер. Енді көке бұрынғы соңғының жолы осындай той ашқан үлкендеріміздің иығына жібек шапан жауып, астына боз жорға мінгізген елдің ұрпағы болғаннан кейін боз жорғаны үйге жібердік газелмен. Ал жібек шапанды қолдарыңызға елдің алдында мәшһүр қылып ұсынып жатырмыз. Айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Дастархан төріне шайғасы қойыңыздар. Көп рахмет. Ұрпақтың жақсылығын көріңіздер сіздерде. Бірге ардақтағайын, әулетіміздің үлкендері той төріне шығып ықпаласын беріп, ағынан шығарып, бірге тойымыздың бетпердесі осылай ашылды, мерейіміз шіркін, тасыды, тоқсан түрді мәзірмен дастарханның төрін жайнатып қойдық, жақсы балаларымыздағы дәмсізден алып, бүгінгі осы әулеттің жақсылығын өз қуаныштарыңызбен бөлісіп, бір жақсы бір демалып келетіңіздер. Ал тойымыздың алғашқы ән шашу болсын деп, орталарыңызда жаңа ғана апамызды сүйемелді балып келген Ағылет шоу ансамблінің тамаша бөлініп, өздеріңіздің құрметтеріңізді танып өтеміз, қабыл алыңыздар әнекей. Rengi gülüm ayda
сіздердің құрметтеріңізге көп рахмет, өнерлеріңіз өрлей берсін. Той төрінен табылыңыздар кәнекей. Бәрекет тамаша. Қадірлі ағайын, алдарыңызға адамнан асша дастархан жайып, бүгін осы бір анамыздың керемет қуанышын бөлісіп жатқан, осындағы мен Жолдыбек атаммен Айтқырын аман тарғаған ол қыздарына бір қол соғып құрмет көрсетіп қойсыңдар деп сұрап жатырмын. Және де осы шаңырақта шайқалтпай берекесін кіргізіп отқан менің Марат ағамды ортаға шақырайын деп отырмын арнайы. Сіздердің ыстық ықыластарыңызбен Марат ағамды және осы шаңырақтың берекесін кіргізіп отқан менің Айтқыл анамның өзінің ешкімге айырбастамайтын жалғыз түйір келіні Жақсыгүл жеңешемді шақырайын деп отырмын ортаға. Сағында той болсын, той болсын, дәл осындай той болсын. Жолдыбек атамын көтерген киелі шаңырақтың қазіргі иелері осы кісілер. Қадірлі ағайын, мен ойлап едім, Марат ағам мен жеңешем ортаға шыққан кезде ағайын бір шапалақ ұрып қарсы алатын шығар деп. Барсыздар ма? Бәрекелді рахмет. Қадірлі ағайын, құрмет жақсылар, бүгін сый-сияпаттан кем емеспіз. Алдарыңызға әр адам басына арнайы Құран кітаппенен Алланың 99 есімі жазылған керемет бір саналы салиқалы кітаптарымызды қойып жатырмыз. Ол біздің немерелердің атынан. 3 ол немересі бар, сол кісілердің атынан сіздерге деген құрметіміз деп біліңіздер. Ал Марат аға, жеңеше құтты болсын, керемет қуаныш тойларыңыз құтты болсын. Бүгінгі айтылатын бала тілектің барлығы апамыздың 100-ге жетіп арты ортамызда ойнап күліп жүре беруіне негіз болсын деген ниетіміз бар. Ағайын өзі жаңағы бір қошемет шапалақ сұрап жатыр ғой. Адам өзі қазақтың шаңырағындағы дүбірлі тойға екі ниетпен келеді. Біреу сынап келсе, біреу сыйлап келеді. Енді бұл жерде бөтен ешкім жоқ, мен сынап келген ешкім жоқ шығар деп отырмын. Сыйлап келсеңіздер шапалақ ұрасыздар. Ал сынап келсеңіздер өздеріңіз білесіздер. Ал бір көрейікші, сыйлап келеді ме? Сәл көңілді болмай жатыр. Ағайын олай жасайық, біз қазір өзі таласқанды, жарысқан жақсы көреміз. Марат аға, бүйтіп жақсылап той қонақтарына қараңыздар. Мына тойдың басынан бастап келісіп алайық. Оң қанат, сол қанат қылып мен екіге бүктейін қонақтар. Сол кезде бір-бірімен атсалысып тартысып отырады. Таңдайсыз ба, сол қанат таңдайсыз ба? Сол қанат таңдаймыз. Жеңеше, сіз қай қанат таңдайсыз? Оң қанат па? Басқа вариант жоқ қой сізде. Былай жасайық ағайын, той өзіміздікі, мен күтпен емеспін, осы Божбанның бір баласымын. Бүгін осы Айтқыл анам 80-ге толды ғой деп, Шырайлы Шымқаладан ат тердетіп арнай келген Бекбол асабаларыңызға бір қол соғып қойыңыздар деп сұраман бәрекелде. Ал енді біздің сол қанатымыз бүгін Марат көкемнің мәртебесін асырып, мерей үстем болып отыратын өздеріңіздер. Ендеше мәке, елмен бір қол көтеріп сәлем саулық сұрасып қойайық. Сізге деген ықыласын білдіріп, ағайын бір шапалағын арнап қойсын. Ал Марат ағамыздың жанкүйерлері, тойханамыздың сол қанатындағы қонақтарымыз, көңіл күйлеріңіз қалай? Эмоция жоқ көкемде. Жеңшем не деп жатыр десеңші, осы сәтті байлан. Ой, Марат ағаңа ұрылған шапалақтың түрі осы ма дейді. Не болды деп жатырмын деймін. Құдайға шүкір, осы анамыздың қас-қабағына қарап, тәтті тамақ шайын ұсынып, осы Марат көкемнің ұл қызын туып беріп, шаңырағының берекетін кіргізіп отқан қайным мен ғой дейді. Қазір Жақсыгүл жеңшем деп айтшы дейді. Менің жанкүйерлерім, менің командам, байқаш осыдан қарап, аяғынан түк тұрып шапалақ ұрып шығарып отыр. Мен айтқан жоқпын, жеңшем өзі айтып жатыр. Ал көрейік бұнда. Ал қарсы алыңыздар қадірлі ағайын. Осы шаңырақтың керегесін алдырылған келіні Жақсыгүл жеңшемді қолдайтындар. Көңіл күйіміз қалай? Мантель как саранча, вспомнять без багажа. Қадірлі ағайын, күнде тойға барып жүрміз, күнде осындай нәрсені алып жүрміз. Дегенмен бүгінгі қуаныш етсе болсын деп, енді осы тойға атсалысып отқандарыңызбен қалап тұрмын. Енді Марат аға, тойдың басынан сайлап алайық. Сіздің өзіңіздің командаңыздан той десе бір иығын бұрып тұратын бір азаматты ортаға шақырайық. Ер азамат болса да, әйел кісі болса да айырмашылық жоқ. Бір азаматты айтыңыз, ортаға келсін.
шақырамыз ортаға, мен айтамын қазір. Кім бар? Той десе бір иығын бұрып тұратын біреу болады өзі. Битті де өлтірттін өзі. Көріп тұрып айтыңызшы кән. Кімді? Көршіма, класстас Ырысбек мырза ортаға шығуыңыз керек енді. Той иесі ұсынып тұр, бір көңіліңізді көрсетіңіз. Билеп көріңіз керек, билеп. Ай, тамаша. Ырысбек, қош келдіңіз. Қазір тұра тұрыңыз, түсіндірем. Жеңше, біздің командадан кім бар? Төрде отқан Құдаша Валя шықсын деп отыр біздің командадан. Кән қарсылайық. Ортада молда кісілер жоқ па? Бір батасы жоқ. Мынау қайтсын, болмайды мынау. Бір раундта ұтылып қалайын деп тұр ғой. Валя, Құдаша, Ырысбек көке, біз сіздерді ортаға шақырған себебіміз мынау әлгі қойылған музыка тек сіздерді құрметтеріңізді қойылып отырады. Тойдың кез келген сәтінде қойылады, сол кезде ортаға билеп шығасыздар. Ал сіздер осы команданың капитаны боласыздар. Сіз жеңшемнің капитан командасының. Ырысбек көке, сіз Марат ағамыздың капитан командасы боласыз, осы командасының. Мына өлең сіздердің құрметтеріңіз қойылып отырады. Жақсылап мұқият болыңыздар. Осы өлең қойылған кезде ортаға билеп шыға бересіздер. Ал ағайын, қошемет соғып қойып. Ырысбек көке, сіз бір-екі тостан кейін шаршап қалатын сияқтысыз ғой? Болды, шайғаса берсеңіздер болады. Көп рахмет. Болды, түсіндім. Түсіндіңіз ғой? Көп рахмет. Қадірлі ағайын, осы патша күтпелеріңізге мың алғыс дейміз. Осындай керемет қызықты сәттер той барысында орын алады, соған дайын болыңыздар. Және де керемет сый-сияпаттарымыз бар. Тойдың соңына дейін осы керемет қуанышқа бір атаның баласындай ат салысып, жақсылап бір тойды естен кетпестей өткізейік. Ал көп рахмет. Марат аға, жеңше, түбірді тойымыз әрмен қарай көңілді болып жалғасын тауызын дегіміз келеді. Ал енді, ардақты ағайын, құрмет жақсылар, жақсысты жаныңа қуаныш сыйлап, жүрегіңе жылу ұялатады дейді. Сұлу сөздің сарайына салтанат құрып, бүгінгі дүбірлі тойымыздың жақсы тілегіне кедергі ұсынайын. Ендеше әулетіміздің барша ағайын туысқандарын ортаға шақырғанды жөн санап отырмын. Әрине, бұл көшті бастап келетін, төрде отқан ақ жаулығы ары болған, ақ сүті қуат, құшағы жұмақ болған біздің Құрбангүл апамыз бастап келеді бұл топта. Құрбангүл апамызды, Қарсыбек көкемізді, Дүйсет Феруза, Батыр Ғалия, Болат Жұлдыз, Сырлыбай Олтай Аягөз, және де Әшір Ұлбосын, Райхан, Абзал Шолпан, Әбдікерім, Қалдығыз, Дүйсен Қалбибі, Әжекез Нәрифа, Әділқан, Бақжан, Октябрь ағамыз, Гүлмира, Дариға Азамат дейді. Ататалған ағайын туысқандарымыз, той төрінен төбе көрсетсеңіздер, біз ел болып сіздерді құрметтеп қарсылайық бәрекелді. Келіңіздер той төріне. It's
Öyle ağay dostlarımız, öyle bizde olacağından da böyle kutlu olsun deyimiz. Olsun da yine Karabağ Tırşık'ta atması kurur, altın vakitlerimizde diye olsun boyun tövbe gözlerimizi gözlerine gömerdine yetişip bugün giderine tövbe boyuna gelin. Şehrin şartı dileklerimizi gideceğiz uzmayın. Köşkü basıp götürülmez, tezgah ağzına yoğurmaz. Apa geliniz. Canım dedi, hani kim o bilmedi. Bir yanında dedi, bildiğimiz o zaman sayımızı biraz tut. Tanışmak dayayacaksın. Sağlık olacaksın. Adamın odasına ayrı, anafaydamayı, şişi көп жасап, жүзге келіп, араларында қуатып жүре бердім. Тойларың тойға жалғасын, жастар шешеге Құдай қуат беріп, сендердің қатарыңды көріп, терең қартайып өмір сүрсін. Өздерің де сол бала-шағаларың қызығын көріп, тойларың тойға жалғасын. Ал не деймін, айналайын көпшілік. Айналайын Маратжан. Мінекей бүгін мына анаңды мінекей көпшілікке 80 жылдығын істеп беріп, қуанышқа бөленіп жатсыңдар. Айналайын, рахмет саған айналайын, осыншалықты анаңды өскеніңе. Мынау айналайын менің бауырым, әрі сен әпшем. Айналайын, мынау мерей тойың 80-ге келген жасың құтты болсын, денің сау болсын, өмірің ұзақ болсын. Мынау өсіріп отырған ұл қыздарының қызығын көріп, міне немере сүйіп, шөбере сүйіп, шөпсек сүйіп, соның алақанынан май жалап, қуанышқа бөленіп жүре бер айналайын. Бақытты бол, денің сау болсын айналайын. Тек қана жақсылық тілеймін. Қартаймай еш уақытта. Алға жылжи бер. 80-де секіріп шық, 90-да тоқылдап шық, 100-де жүгіріп шық айналайын. Соны тілеймін мен. Денің сау болсын. Әр уақытта осы тойға келейін. Көпшілік барлықтарыңызға осы той жұғысты болып, барлықтарыңызға Құда қаласа 80 жылдықтарыңызды жылдап той болып жата берсін. Тек тойда келейін. Сіңіліме тағатын алтыным бар. Айналайын жарқырап, алтындай жарқырап жүруіңе тілектеспін мен. Мұны құрметті алтын жеңгем, анам десе де болады. Айналайын Айтгүл жеңшем, өзі қарияларымыз кемпірдің ісіндей санаулы ғана қалды. Жаңағы артықпай айтпақшы, тағы 50 жыл жаса деп тұр ғой. Сол жасыңызға жас қосылсын, мына немерелеріңіздің көкем көрмеген қызықтарын көріңіз. Айналайын Маратжан, келін, біреу болса да менің інім бірегей. Міне қыздар, қамқоршы қыздар айналасында тілеулестері, міне солардың арқасында анаңа жасап беріп жатқан тойың құтты болсын алтыным. Дендерің сау болсын, той қыласын. Жаңа айналаңызда жүрген, ән айтып жүргендер немерелеріңіз дейді. Сол немерелеріңіз өсіп өне берсін. Алтын жеңгем, мен 1 жыл 3 ай болды. Қозғалмай жатқан жерімнен сол жеңшем қайта хабар алып, мен бүгін мүмкіншілік болмаса да келуге әрекет жасадым. Тойымыз той қыласын, көргеніміз той болсын. Рахмет жеңше.
Апа, мен сіздің ауырып атқан сырыңыздың емін білдім уже. Сізді жиі тойға шақырып тұру керек екен. Алла ұзақ ғұмыр берсін. Бірде осындай той жиында бір апамызға тамада мен сияқты тамада 100-ге жетіңіз дей берген ғой. Сөйтсе ар жағында отырған тағы да бір екі апа айтады дейді, 103-ге келгенде не істейміз деп айтады дейді. Алла ғұмырларыңыз ұзақ қылсын. 150 жасаңыздар. Әумин деп қойыңыздар, қадірлі ағайын, қазақта жындының сандыра кіреді деген. Менің де сандырағым келіп қойып, 100-ден ашып шығып атсаңыздар, нұр үстіне нұр. Көп рахмет, тілектеріңізді Алла қабыл етсін, ұрпақтың жақсылығын көріңіздер. Енді сіздерден үлкен ешкім жоқ сияқты мынерде. Дегенмен ағаларыма, үлкен көкелеріме бір ауыз тізгін ұсынайын. Бүгінгі тойға арнап алып келген тілектерін айтсын деп отырмыз. Келіңіз көке. Ассалаумағалейкум, құрметті ұзақ жақыннан келген тойшы қауым. Мынау бүгін біздің Айткүл жеңешем Жолдыбек көкемнің әулетінде керемет той болып жатыр міне. Бұл ұзақтан күткен ұлы тойы 80 жыл деген оңай жыл емес. Осыны жасаған жеңеше, сізді рахмет. Оны өзі көкем, Жолдыбек көкемнің өзі жасатып кетті ғой сізді. Бұдан бұлай тапқа, тағы біраз жасаңыз енді. Ал Марат, келін айналайын. Әдір, мынау осы сендердің ұйымдастыруларымен болып жатқан жақсы шаруа ғой айналайын. Осынша халықты жинап, осынша халықтың батасын алып, осынша халықтың тілегіне бөленіп жатқандарың айналайын. Айткүл жеңеше, 60-тан аттап өттіңіз, 70-те жеттім, пістім демедіңіз, 80-нен секіріп өттіңіз, 90-нан тоқтамай өтіңіз, 100-ге барған екен ойлап көреміз ғой, жақсы рахмет аман болыңыздар. Құрметті тамадыр сіздеріңізге рахмет. Маратжан айналайын. Жеңешемді төлеп барып 80 жылын тойлап беріп жатсың ғой, рахмет сақта. Бұл енді көргендігің болар тағат. Осынша елді, осынша жора жолдастарына айындарын жинап осындай той бергендеріңе рахмет, қуаныштымыз. Барлықта осындай үйлеріңізде қуаныш ойын күлкі болсын, барлықтарыңыз осындай той көріңіздер. Жеңеше, 80-ге құтты болсын бұда қаласа. Ары қарап жасай беріңіз, Құданың Алла тағалам берген. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Айналайын Маратжан, міне ұл қызың бар. Келешекте olsa ұл қыздарыңды ұяға, қыздарыңды қондырып, тойларында құт қалада ойнап күліп жүре берейік. Келіңіздер көкелер, келіңіздер. Ассалаумағалейкум, ұзақ жақыннан келген ағайын, туған, туысқан, құда жекшеттер. Маратжан, той құтты болсын. Айналайын келін той құтты болсын. Апа 80 жасыңыз құтты болсын. Жасыңызға жас қосылсын, құда қаласа мынау адамдар айтып жатыр ғой, көшеге келген тілектес. 100-ге келе беріңіз. Арқашанда мына немере шөберелеріңіздің алақанына май жалап жүре беріңіз, апа. Маратжан, мынау анаға деген құрметіңе үлкен рахмет. Анаңа 80 жастық тойын тойлап беріп жатыр екенсің. Құдайға шүкір сенен бай адам жоқ, анаң бар. Сол анаңды бағалап, осы көпшіліктің басын қосқаныңа саған үлкен рахмет. Құда қаласа балдарың өзіңе сол жақсылықты құда қаласа қайтарады. Өзіңді өсіп көріп жүрген балдар қайтарады құда қаласа. Алладан қайтады, балдарынан қайтады. Тойға жалғасын, құда қаласа әрқашанда сенің үйіңе тойға келейік. Мына көпшілік айналайын, көргендеріңіз той болсын, жегендеріңіз қой болсын, әрқашанда осындай тойларда жүре беріңіздер. Бәрекел, тамаша. Тағы да, апа. Соны айтайын деп отырмын мен. Батыр мырза, Батеке ортаға келіңіз. Батекің жоқ қой деймін. Батеке, келіңіз. Рахмет тамаға көргеніңізге. Мені анам ұсыныс жасап отыр ғой, менен рахмет. Аллаға шүкір. Болса, жеңеше туған күніңіз құтты болсын, жасыңызға жас болсын. Әрқашанда төгіп жүрсіңіздер, күлкі етпей, балдарыңыздың, немерелеріңіздің қызығын көріп жүре беріңіздер ортада. Құда болса мәке, құтты болсын. Мына анамның ақ тілегін ақтап, осындай көпшілікті шақырып, той көріп отыр екенсің, құда болса. Шешемнің жасына жас қосыла берсін. Жаңа айтады ғой қазақта, анаңның қадірін бір тірісінде, онсыз алға баспайды бірісінде. Бесігіңді тербеткені кірпі кілмей, түн ұйқысын 4 болып түн ішінде деген. Батеке, рахмет. Бір қол соғып қойыңыздар. Тағы да апаларымнан бір-екі ауыз тілек болатын болса, тізгін ұсынайын.
Осы үлкендердің сөзіне қосыламыз ба? Айтқан тілектеріңізді Алла қабыл етсін. Апа өз айтады ғой, ұлың жақсы болса бір бақыт, қызың жақсы болса мың бақыт, келінің жақсы болса шын бақыт дейді. Аллаға шүкір өздеріңізге тілдіге тиек етіп атсыздар. Жалғыз ұл болса да 10 балаға татитын Марат аға сіздердей тектілердің тәрбиесін көргеннен кейін бүгін көрегендігін көрсетіп, міне алталаш жимаса да жүрегімен жанына ағайын туысының басын қосып, осы керемет бір сағынышымызды басып, бір 100 үй араласайық деп осындай бір той ұйымдастырған екен. Марат ағамызға және де әпкелеріме де бір қол соғып қойыңыздар. Өздеріңіздің үйлеріңізде өсірген ұл қыз немерелердің жақсылығын көріңіздер. Қораларыңыз құлагерге, үйлеріңіз мұрагерге толы болсын. Енді тойдың дәстүрі мынандай болып жатыр. Мына той иелерінің сый-сияпатын ала беріңіздер. Марат аға, сіздер ортаға келіп естелікке суретке түсейік бірінші. Көке кет қалмаңыз. Бірінші суретке түсіп алайық. Келіңіздер. О, мәкең міне. Айт дегеніңді айт көрімін ай, мейлі десең де мейлі көрімін ай. Айт дегеніңді айт көрімін, мейлі десең де мейлі көрімін. Осындай күйлі тосылмай мейлі кәнде. Айт дегеніңді айт көрімін, мейлі десең де мейлі көрімін. Осындай күйлі тосылмай мейлі кәнде. Рахмет. Мен бүйтіп ойлағанға, бірінші сөз сөйлеп болайық, одан кейін суретке түсіп, кейін сый-сияпат берген кезде бәріміз тоқырлап барып берейік деген ғой. Сол кезде кімнің берген, кім бермеген білінбей кететін еді. Әрине қалжың, аман болыңыздар. Солай. Көп рахмет. Айтқан тілектеріңізді Алла қабыл етсін. Той төрінен табылып, ақ дастарханға жайғаса қойыңыздар. Алла тіл көзден сақтасын дегіміз келеді сіздерді. Аман болыңыздар. Abisinin uzak ömür sürüp, demek erkeğin ağız cevapların şapağında cevaplar ömür sürsün demek erkeğin şapağının oğullarım var. Тамаша рахмет. Сыйыңызға, құрметіңізге рахмет. Орамал томбамай жол болады дейді. Қазақтың дархан көңілі сый-сияпаттан білдірілген мінекей. Апама деген құрметтеріңізді көрсетіп жатсыздар. Иығына барып жауып, жарқырап, жайнап, дастархан төріне жайғаса қойыңыздар. Үлкендеріміздің ақпарат тілегі қабыл болсын дейміз. Алла бәрімізді тойдан айырмасын. Енді сіздердің құрметтеріңізге Ағниет этно-шоу ансамблінің тағы да керемет ән шашуы арналады. Үлкендеріміздің құрметіне арнайы орталарыңызда сахна төрінде Ағниет этно-ансамблі қарсылайдағы кейін. Той құтты болсын кәнекей. Bye.
Телефон шоу ансамблі, рахмет. Бірге тамаша. Бірге әулетіміздің үлкендері, қазыналы қарияларымыз, алтын құрсақты апаларымыздың ақпата тілегін алып, Ағниет шоудың тамаша әуезі әнін тыңдап, той қызығын бөлісіп жатқан кезде қазақы дастарханның берекесі болған үлкен асымызда дайын болған екен. Ендеше дастарханның төріне көпірлегі күйдің аясында осы кешке арнайы дайындалған үлкен асымызда тарту өтуге рұқсат етіңіздер кенеки. Ал, мархабат. Асқа адамдық, басқа амандық сұрап, осы төрде отырған үлкен қариялардың біреуіңізден әумин деп ата сұрайын деп тұрмын. Беделі жоғары ағаларымыздан әумин деп астамата қайып көріші. Amin. Bizim rıbata darsın, kıdırata kıyalasın, perişteler uyalasın. Bak versin, bas versin, ömrünüzde uzaklaşsın, gitmezseniz kim değil, toy olasınız. Amin. Amin. Aşktan akbatan тілегіңіз айдай қабыл болсын дейміз. Ал қадірлі құрметті той қонақтары, алдарыңызға керемет ыстық асымыз тарту жасалып жатыр. Тосынның асын қасынша жедеген еліміз. Алдарыңызға керемет астан алыңыздар, арттарыңыз дәмді, сіңімді болсын. Ал үлкен асының үстінде керемет өнер тамашалаңыздар. Мың бұралған Ағниет би ансамблінің сұлу қыздарының тамаша өнері өздеріңіздің құрметтеріңізге қарсылайық.
Тамаша. Енді үлкен астың үстінде ешкімнің мазасын алып ортаға шақырмай қадірлі тамаша осындай керемет, осы тойға тарту жасалып жатқан өнер тамашалап отырсын деп жатырмыз. Дегенмен тіршілікте Марат ағамызбенен сыйластығы жарасқан, қазақтың маңдайына біткен айдарлы бір баласы деп қабылдарсыздар. Тойдың төріне бүгін біздің Айтгүл анамыз арнайы құттықтап, алтын уақытын қиып, ақ тілегімен әуезді әндерін арнайы алып келген Нұржан Бекахмет ұлдарыңызды құрметпен қарсы алыңыздар. Қадірлі ағайын, шақырайын тойдың төріне. Ал бәке, көп тезген өзіңізде. Ассаламу алейкум, ардақты жамағат. Айтгүл апа, туған күніңіз құтты болсын. 80-ге келген қыз әдем болып нұрланып тұрады, 80-ге келген шал ашуланса жынданып тұрады деген екен. Сондықтан нұрланып тұрсыз. Ой, 80-ге келген аталардан бір таяқ жейтін шығарым мен ертең. Ал енді ардақты ағайындар, мынау тамақ тән азығы болса, дұрыс сөйлең жан азығы. Сондықтан біреулер болады, әкесінен, шешесінен туғаннан алтын қапталып, күміске сапталып, бай туған, бай болып туғандай әңгіме айтады. Ондай бай болмадым апа мен. Тақыр кедей жігіт болдым. Мына Жетісай деген жерде Мурабей деген мотоцикл болады. Сол Әділханның Мурабейін сатып алып талай айдап едім. 15 теңгеден 10 тасып. Сонда ешкім жақтырмайды. Нағашыларым арық кезде көзім үлкен болады. Нұрсатын, сен осы көзің бадырайып, ұры боласына ватаңын әлеттім. Жиендерім қисық сөйлейсін деп. Кейін Алла тағала бақ беріп бәрі түзеліп кетті. Бұл сол көзде жазылған еді. Сол 90 жылдар өзбекті сұрап алып айтты, өзбектер. Одан қырғыздың бір әншісі бар екен, сол сұрап алып айтты. Одан ана Әбжаппар Әлқожа деген бала жиен, таға мен айтайын деп сол сұрап алып айтты. Бұл бір ет жеп отырып тыңдайтын өлең. Егер қолда дүние болмаса, немесе жалғыз ана деп қабылдаңыздар. Бір жақсы ду қол шапалақ болса, жібер высокийді беркені. Высокийді шапалақ болсын шканыгай. Көтер! Сыйластықтың бәрі қалмаса, араласпас ешкім жармаса, ренжіме ағайынына. Егер қолда дүние болмаса, ренжіме ағайынына. Егер қолда дүние болмаса, еркелігің ағаңа жақпас, ертек айтсаң балаңа жақпас, әзілдерің бажана жақпас. Егер қолда
жеңгең болса да ана ойына тола алмас. Жақсы, рахмет. Баланың білегі ауырса, ананың жүрегі ауырады деген екен Маратжан. Ананың сүтімен дарымаған қасиет ешқандай түйенің ананың сүтімен дарымайды деген. Сондықтан Құда қаласа, албаңыздай батыр жоқ. Қайт-Назари айтпенттен асқан ақын жоқ. Бозжыбандар той істеп жатқан кезде дұрыстап шапалақ ұрмаған адамдарда ақыл жоқ деп бір жағы. Дұғыл шапалақ болсын жүргені. Маратжан қасыма келіп, ер жігітке ана артық па депті. Бала артық па, жар артық па? Жоқ, жан артық па десе, Майлы қожа деген айтқан екен. Атаң, шариғатқа барғанда 9 ай 10 күн көтеріп әлбестеп баққан ана артық деген. Ізбасарлықты ойласаң, арқаңда қалар бала артық. Жақсы болып кездесе жарқылдап жанған жар артық деген екен. Сен 9 ай 10 күн көтерген кім? Анам. Что-то 7 ай көтерген сияқты айтты ғой апам. 9 ай 10 күн көтерген кім? Анам. Дұғыл шапалақ болсын ашедегені. Белшеңнен боқ сүдікке батып жатқан кезде жиргенбей жуып аузына емшек саған кім? Анам. Дұғыл шапалақ болсын. Ақылды бала бар. Бір бала соски деп айтқан ғой. Андай соски енген екен ненің. Сондықтан ер жігітке бүгін Құда қаласа анаңды қазақ айтады алаңғасар атқа мінсе анасын танымайды деген. Ақымақ таққа мінсе Алласын танымайды деген. Жүрегімнен айналып кеттім. Жақсы көрем балаңызда бар. Біз мұнау Маңғытай Божбан жетімдердің қожасы болғамыз ғой, Түркістаннан алып кеттік. Қожаға бата беріңіз десе, Маңғытай Божбан жетімдер, мұраттарыңа жетіңдер. Қожалық міне Ақбата бақытты болып өтіңдер деген. Ол өте қымбат бата, бүгін енді амал жоқ айтып жатыр. Сондықтан Құда қаласа өзіңнен тойдан кейін көрерсің. 9 ай 10 күн көтерген анаңды бір рет алақаныңа салып көтер аласың ба Құда қаласа? Көтерем. Шапалақ болсын, алақаныңа салып көтергені. Көтер! Шапалақ көтергені. Көтер! Ой, жаным апа. Баланың білегі ауырса, ананың жүрегі ауырады деген. Жаным апа. Онда Атыргүл сені бір көтерсін Құда қаласа, е? Атыргүл көтере берсін деп атыр апа. Көрдің бе кімнің жақын, кімнің деп. Ал енді менің мынау қазақ айтады, 40-тан асса қатын құтырады деген екен. Еркек ұтылады, әйел ашылады, байы басылады деген екен. Қатыным 40-тан асқанда мінез шығады апа. Қай жақта отырмын? Маникюрде отырмын. Қай жақтасың? Подругаларыммен отырмын. Одан кейін қатты айтсам, қисық қабырғадан жаралған халық, сөмкен айттым, сен маған бір бала, бір қыз туып бермесең болмайды десем, 45-тен кейін тууға болмайды екен деп сөйтті. Мен айттым, оны Алла біледі. Сондықтан 2-3 рет айтам, тусаң ту. Туламасаң, мен туылатын адам болса, соған барып әрекетім жасайын деп тупам деп осы қыз туып берді. Сен де шалқая бермей, орнынан тұрып апаңа сәлем сап қой. Осы халықтың ақшасы сенде маникюрге апарып жүрген. Сәлем салды, орамын тағып жүр мынау. Шайтанға ұқсамай. Жаман мінезім қатал апа, мен қатымға. Сондықтан мына қыз туып берді, апа қазір 11-ден асып 12-ге кетті. Кеше анам президент Астанаға шақырды. 10 тіл біледі. Айткүл апамды қазір мен сол 10 тілде құттықтап берем, туған күнімен деп жатыр. Бірінші қазақша өзіміздің ана тілімізден бастайық. Құрметті Айткүл апа, туған күніңіз құтты болсын, жалпы мерекеңіз құтты болсын, жастан жасқа жете беріңіз, көрген қызықтарыңыздан көретін қызықтарыңыз бола берсін. Бір шапалақ қойсын. Енді орысшалап құттықта, Айткүл апа. Дорогая
Дорогая Айткуль, поздравляю вас с вашим рождением, с вашим праздником. Желаю, чтобы у вас было все счастливо, чтобы в вашем доме царила одна тишина и покой. Енді ағылшыншалап құттықтаймын. Dear Aitkul, happy birthday, happy happiness. I wish you to be always happy and lucky because I did know that deep down there will be a wise heart in our hearts. Енді қытайшалап бір құттықтап бере ғой. Aitkul мама, 生日快乐！我祝你都好，和唯一之诺。 Енді арабшалап бір құттықтап бере ғой. وعيد وحبيبتي عيد ميلاد سعيد ومبارك. Енді соза бермейік, мақтанып қалған сияқты. Қытай түрікше мен сізді жақсы көремін деп бір айтып қоя ғой. Yine Türkçe şunu dilinde değil. Ben seni çok seviyorum canım. Енді апа алтын білезік өзіңізге керек болады, тақпай-ақ қойыңыз. Апа уайымдап тұр. Сондықтан апаңа қазір қандай өлең айтып бересің? Love story. Қай жердің ана? Fransız ana. Bir жақсы тұқыл шапалақ болса кәдімгі жібер! Merhaba, kutlu olsun.
Мен бірінші қошемет Бауыржан ағама сұраймын, елден Алаштың алғысын алып жүре беріңіз Бауыржан көке. Аман болыңыз. Осындай елдің жүрегіне жететін, есіне жететін естәндеріңіз көп болсын. Аллаға шүкір, енді өзіңіз білесіз ғой, өнерлі азаматтан бөтен адам туылмайды. Аллаға шүкір, 40-қа келген кездегі тапқан мынау айдай сұлу қарындасым, Құдай қаласа қазақтың өнеріне үлесін қосатын керемет қыз болып өсе берсін деген ниетім бар, тілегім бар. Елдің бір алғыс қошеметім. Жақсы, рахмет. Енді 40-та туған, 45-те туды. Енді Алла ниет қылып отырып, 65-ке әрекет жасап отыр. Ал енді аспаныңыз ашық, апа, дұшпаныңыз қашық болсын, сіз 100-мен 75-ке келеді екен. Сол кезде келіп тағы да ән айтуды Алла тағала насip. Додоқпын, астағфируллахум, Аллаху акбар. Бәрекелді, рахмет. Ал қадірлі ағайын, енді Манат көкеміз осы тойды күн белгілеп, осындай бір ақылдасып жатқан кезде